Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүкіл әлеуметтік желіде кешеден бері кешегі түнгі Америкадағы Дональд Трамп пен Зеленскийдің кездесуін жан-жақты талқылауда. Соның ішіндегі бір талқылап атқан мәселенің бірі Зеленскийдің киімі. Сол жерде жаңағы киім жөнінде айтылды. Енді осындай бір маңызды кездесуде осындай бір түкке тұрмайтын бірдеңелерді сөздерді көтеру әрине дұрыс емес деп ойлаймын. Ол бірінші рет ондай киіммен келіп жүрген жоқ. Біріншіден ол киімді соғыс басталғаннан бері киіп жүрген киімі. Енді костюм киіп келсе мүмкін жақсы, дұрыс шығар. Бірақ бізде сондай бір түсінік қалыптасып қалған. Мына орыстар айтады ғой, по одежде встречает, по уму провожает дегендей. Сол костюм киіп келсе, галстук тағып келсе, біз сондай адамдарға бір керемет қараймыз. Ой, керемет болып кеткен сияқты. Ал енді басқа мемлекеттерді қараңыздар. Индия, Пакистан, тағы басқа мемлекеттер, және араб мемлекеттері, тағы басқа мемлекеттерде жаңағы ел басшылары, президенттері өзінің ұлттық киімдерімен жүре береді. Сол сияқты, мен ойымша негізі сол дұрыс сияқты. Бізде де мысалы тойға барсақ, бәріміз сол Дональд Трамппен кездесуге барған сияқты костюм шалбар киіп барамыз, галстук тағып. Неге қазақша шапан, қазақша бір жилет, сондай бір қазақи киімдер киіп бармаймыз? Бар ғой, қазір Құдайға шүкір, неше түрлі костюм, жаңағы қазақша шапан бәрі шығып жатыр. Жарайды. Енді бұл Америка жөнінде айтқым келіп отыр. Американы кішкене сынағып айтқым келіп отыр. Американың технологиясы, жетістік, экономика жағы мықты деп айтады. Бірақ қанша мықты болғанмен саяси жағы мықты, технология дамып жатыр, бірақ әлеуметтік жағы төмендесе болады. Мынау араб мемлекеттеріне қарағанда, Дубайда, Катарда, Кувейтте мысалы көшеде қаңғып жүрген наркоман, жұмыссыз жүрген адам жоқ Америкадағындай. Американың жаңағы дамыған технология, завод дейміз, бұның барлығы жаңағы біздің Аль-Фараби айтқан атамыздың мақалына келеді. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген сияқты. Осы көп жаңағы осында Европа мемлекеттерінде де бар, ондай Америкада да бар, керемет білім алған, жаңағы жоғары жерлерде бай адамдар өздерінің ақша байлықтарын, нелерін кейбір жерлерде адамдарға қарсы қолданатын жерлері бар. Неше түрлі қару ойлап табады, адамды қырып салу үшін. Және мынау кез келген мемлекеттің өзінің бір саяси, ұлттық саясаты болады. Ол Америкада мүмкін ФСБ айналыса ма, ФБР айналыса ма, әлде Госдеп айналыса ма, басқа біріне бар шығар, тағы да жоғары жаңағы бір институттар жаңағындай. Солар Американы бір әлемді құтқарушы қылып жаңағы көрсеткілер келеді. Баяғы заманда ең бірінші түсірген кинолары Тарзан. Африка елінде бір ақ адам пайда болады, ағылшынша сөйлейтін. Оған бүкіл табиғат, бүкіл жануар Африкада соған бағынады. Ол адамдардың бәрін құтқарады. Анау кім айтпақшы, Мұхаммед Али айтпақшы, жамандарды жаңағы сазайын тартып, жақсыларға көмектеседі деген сияқты жаңағы сондай бір керемет. Онан кейін Супермен деген шықты. Супермен деген аударылса супер адам деген сөз ғой. Супер адам, Супермен бәрін құтқарады, бүкіл әлемді құтқаруға ұшып жүреді, бір керемет. Құтқаруға дайын бүкіл әлемді. Онан кейін Бэтмен деген шықты. Ол да бүкіл әлемді құтқаруға дайын. Арасында Рэмбо деген шықты, бір керемет. Ой, ондай адам енді бір керемет қылып көрсетеді. Кейін Человек-паук дейді. Сондай бір әлем құтқарушы бір ыңғай сондай бір персонаждарды көрсетеді бүкіл әлемді. Сонда Дональд Трамп ыңғай сондайларға көріп қатты сондайға сеніп қалған ғой дейміз, бүкіл әлемді құтқаратын біз ғана деп. Соған бір келетін сияқты бір шеті. Ал енді сөйтіп жүрген кезде бүкіл әлемді құтқарамыз, керемет біз жаңағы деп жүрген кезде өздері не істеп жатыр? 70-80 жылдарға шейін қара адамдарды, негрларды адам санамады. Ана Мұхаммед Али олимпиада чемпионы болып келсе де ресторанға кіргізбеді тамақ ішуге. Сосын тағы бір бүкіл киноларды қарасаң, жаңағы Африкада, мынау таяу шығыс жерлерінде адамдар қиналып жатқан жерлерде немесе бір чума ауру болып жатыр, бір керемет жаман ауру. Соның ішінде бір палаткалар тұрады, палатканың ішінде жаңағы ақ адамдар, американецтер жүреді. Бүкіл врачтар американец. Қай киноны қарасаң, елді құтқарып жүрген Африка, бүкіл әлемде жаңағы палаткаде өлімнің арасында қорықпай жүрген врачтардың бәрі американецтер ғой. Вот осындай өздерін жаңағы керемет қылып көрсетеді.
Ал Зеленскийге мен айтар едім, керек болса осылай ұлттық киім киіп алшы, ұлттық киім киіп ал да ұлттық киіммен жүр, көрейік. Жүр ғой барлығы жаңағы басқа елдердің президенттері, Индия, Пакистан, тағы да әр жағындағы шығыс Азия мемлекеттерінің президенттері, араб мемлекеттерінің президенттері бәрі өз киімдерімен жүр, солай жүр деп айтар едім. Енді келешекте осы Украина еліне біз жеңіс тілейміз, азаттық тілейміз, соғыс бітсін, соғыс тоқтасын, ешкім біреудің жерін тартып алуға қақысы жоқ. Біреуге жаңағы бір егеменді мемлекетке сен бұлай өмір сүресің, біздің айтқанымен жүріп тұрасың дегенде, бұған біз қарсымыз. Әр мемлекет өзі егемендігі үшін, өзінің жері үшін күресуге қақылы, соғысуға, және осы соғыстың бәрі тоқтасын деп біз тілейміз. Украина мемлекетіне егемендік, бостандық, жеңіс тілейміз.